Достар, міне 2 апта жоқ болдым эфирда. Бірақ 2 апта мен құр өткізген жоқпын. Жаңа көлік алдық. Жаңа көлікпен енді не істейміз, не қоямыз, оны тізбектеп айтып өтетін болам. Енді түсінбей тұрған шығарсыздар, неге мынандай көлік, қайдан ақша болды деген сияқты. Марк сатылған жоқ. Марк сол бойынша тұр. Ол біздің бір қосалқы бөлшегін айтқан сіздерге тормозной системасын соны күтіп жатырмын. Оны таптым. Оған қазір бөлек тоқталатын болам. Жалпы қазір осы көлік туралы айтып өтейін. Достар, бізге өте керемет жаңағы вариант қолымызға келіп түсті. Camry 35 2D4 обычный жаңағы жай комплектацияда LE деген. Бірақ жағдайы өте керемет көлік. Енді бағасын естісеңіздер, мүлдем таңғаласыздар. Көлік бізге кейіннен соңынан айтайын, қазір әзірге бағасын айтпай қойын, роликті соңына дейін көріңіздер, бәрін ақырындап түсіндіретін болам. Жалпы көлік аварияға түскен, оны тақырыптан өздеріңіз байқадыңыздар, суреттерінде көрдіңіздер. Негізі мен бұл көлікті бұрыннан білемін. Қалай жүргенін, қалай айдалғанын бәрін толық білем. Бұны мен таныс адамнан алдым. Енді бұл қалай айтсам болады? Бұл ондай үлкен жоба болмайды. Жалпы кузовы дайын, бірақ бір кемістіктерімен бар. Ол кемістіктерін, мини жобаңыз. Жалпы бір кемістіктері бар. Оны қазір сіздерге қандай кемістіктер бар, оны қазір білетін боласыздар. Достар, қазір бізде Нұрекең деген жігіт бар. Қазір сол жігітке барып көлікті тастайтын боламыз. Ол енді бізді бір көмек қылып өзінің жаңағы кезексіз кіргізіп жатыр полировкаға. Бұйыртса бір 2 күнде мен сіздерге айтып түсіндірген жаңағы кузовтағы жаңағы міндерінің бәрі жойылатын болады. Жалпы достар, негізі бұл алған көлікті мен білетін көлік болатын, таныс адамнан алып отырмын. Енді жаңағы ДТП-ға дейінгі жағдайы бұның өте жақсы болады. Әзірде енді кішкене внимание керек, жаңағы айырлеу керек, сәрлеу керек деген сияқты жұмыстар бар. Негізінде жалпы машина Camry'дің ішіндегі ең тірілерінің бірі деуге болады. Қазір тірі Camry табу өте қиын, бірақ соның ішіндегі тірі варианттарының бірі. Әрине, бар. Оның да сыртында шпаклевкасы бар. Енді ДТП-дан кейін без шпаклевки шығатын көлік болмайтын шығар еді. Бұлда да бар. Бірақ аз. Не болатындықтар? Не болып жатыр? Не жерде өзі? Ішіндегі усилитель болады, сол майысқан сияқты. Соны тартып шығарса, екі жағындағы зазор кетеді. Мына зазор, мына зазор кету керек. Кейін мына жерде енді бампер ауысады, ішінен кастоправный жұмыс қой. Бампер и артқа несі стоп ауысады. Алдында мына фарасы ауысады, бампер ауысады. Телевизор үстіндегі ашамаймыз қазір енді. Үстінде телевизор тұрады, капоттың астында. И капот ауысады. В принципе аман фарасы. И ішінде радиатор ауысады. И вентилятор, оны көреді, вентилятор сынып кеткен болса ауыстырады, сынбаған болса көреді. Негізі оған мына жақтан қарасақ, онша еш нәрсе қылмаған сияқты. Бірақ енді оны прескрити бәрі білінеді. Жалпы мына жерде сондай. Кейін технический диагностика жасаймыз ғой. Жалпы алдынан осындай капот, бампер, бір фара, решетка, жаңағы радиатор, сонымен болды. И жаңағы мелочь темірлерді реттейді, болды. Достар, біз Нұрекеңге келдік. Нұрекең өзі бізде Қаскелеңде танымал жаңағы полировщиктардың бірі. Жұмыс бітсін, результатты көрсетем, міндетті түрде Нұрекеңнің нөмірін бәрін қалдыратын болады. Қазір Нұрекеңге келдік. Біздің Camry'ді уже бастап жаңағы істеп жатыр. Қазір енді қандай жағдайда бір қарап көрсететін болам. Мен достар уже шкуркасын
аяқтап қойыпты. Кузовын полный шкурка жасап шыққан. Енді полировкаға дайындайды. Полировка істейді жаңа жүргізіп. Жалпы менің бұл көліктегі покраскадан кейін шыққанғы мәселеміз мына жерде болатын. Мынау шаң сияқты. Енді мына жерде уже кеткен түрі шаң болып қалған. Негізінде мынаның үстіне жаңағы шаңмен аралас лак отырған ғой машинаның. Үстін жаппаған, бояған кезде. Сондай мәселе болып, машинаның толық кузовын сондай жауып қойған. Негізінде покраскадан шыққан көлік. Покраскасы бәрі жасалған. Жалпы осы достар. Енді бүгін түнге дейін бітіп қалу керек, енді болмаса ертең түске дейін деді. Барынша жұмысына қарайды. Бұйыртса бүгін түнде де алып кетуіміз мүмкін көлікті. Бізде қазір бір міндет, ол маған қажет диск табу, титановый. Соны іздейтін боламыз. Әзірге қазір 3-4 вариант бар. Соларды көріп, бұйыртса мына қалпақтармен алып тастап, нормально әдемі диск тартып қоямыз. Достар, енді марк бойынша біз әлі қайтқан жоқпыз. Соңына дейін барамыз деп жаңағы тормозын Ресейден таптық. Ол мына қазір сіздерге көрсетіп жіберейін. Кузьмич деген жігіт, сол жақта Южно-Сахалинск деген қала ма, не ол? Поселок па? Айдар, білмейсің ба? Сондай бір елді мекенінен ғой. Сол жерде енді мен жаңа ол жігітке мен подписан болатын, и ол разборлар бар. Сол жерде Марк 2, тура біздік 97 жылғы 3 литр кузов. Енді ана кузовы қалай айтсам болады, тыр жаңалаш қой. Бәрін шешіп тастаған, екіге бөліп, бәрін шешіп тастаған, бірақ бір зат қана көрініп тұрды. Сол жаңа бізге керек, ГТЦ-ге ана сол көріп тұр. Енді басында көргенде ол маған 15.000 рубль деген. Енді кеше ақшам болмай жинап жүргем. Енді кеше ғана сторисіне шығарды, 8.000 рубль деген кезде енді резко жазып, ақшасын салып, келісіп қойдық. Қазір сіздерге бір көрсетіп жіберейін. Мына сторисіне салған. Осы ГТЦ. Тура біздікі оригинал, дәл біздің машинаға келетін. Редкий рабочий 8.000 рубль деп тұр. Енді ол жігітпен сөйлестік, Қазақстанға жібересің осылай деп. Барлық несін жіберген. Жалпы осы қажетті ақшасын бәрін жібердік. Бұйыртса ендігі апта жіберем деді. Ол жағы да бар. Сонда шамамен әлі 1,5 аптаның ішінде ол кеп қалатын шығар деген ниеттеміз. Правки, бампер, еще там мелочи какие-то. Редуктор, автомат, ГТЦ, крыло, диски, фронтальный кулер. Енді жаймен өзінің идеал состояниесіне бара жатыр ғой. Колхоз істемейміз. Сол өзінің оригинал запчастьін саламыз. Ешқандай вакуумный салып, ана системасын алып тастап, олай істемейміз. Өзінікін саламыз. Негізі достар, білмеймін қалай ниетке де байланысты шығар. Шыны керек, анау 500 теңгеге қазір көлік табу мүмкін емес. Соны іздеп, басым қатып жүрген кезде осындай бір жақсы вариант топ ете қалды. Оның үстіне бір айға рассрочкаға ойлаңыздар. Кім мынандай көлік жақсы бағамен бір айға рассрочкаға бере салады? Сондай енді ниет ақ болғаннан кейін бе алдынан да сондай кісілер жолығып жатыр. Контентің болсын, саған да бір пайдаң болсын деп, осылай маған осы көлікті берді. Енді өте қуандым. Ең алдымен менде сіздерге контент жасау, сіздерге бір пайдалы бір жаңағы ақпарат беру деген сияқты ниетте, мақсатта келе жатырмын. Енді бұл жоба енді көпке созылмайды. Ары кетсе 2 серия болады. Әзірге барлығын осы. Енді Камридің ішіндегі, өзі жалпы машина туралы айтатын болсам, бұл Камридің ішіндегі ең тірілерінің бірі. Бұл сияқты қазір ұрылған күйінде де бұл сияқты Камри табу өте қиын. Жаңағы қозғалтқышы, коробкасы, салоны, жалпы сүйектерінің бәрі аман. Сырт жағынан болған жалпы ұрылған жерлері.
жаңағы соңғы ұрып алған кезде оны қазір мына сүйретіне қоямын осы. Бұл Камри екі көліктің ортасында қалып қалған. Артынан келіп ұрған, бұл барып алдындағы көлікті ұрған. Содан екі жағы бірденен зардап шекті. Бірақ алдыңғы егесі жақсылап тұрып жасады. Бірақ білейін, қалай айтсам болады. Мен көп жолығатын бар ғой, осындай кішкене қол қисық мастерлар. Дұрыс деп шығармады. Ол жағын енді мен өзім ары қарай айналысатын болдым. Жаңа өздеріңіз көргендей, жаңа үстінде түскен шаң, лақпен аралас. Сондай бір минустары болды. Бірақ оның бәрін өзім реттедім. Мына келдік. Нұрекең енді қазір енді өздеріңіз бағалап жүресіздер. Нұреке, бір-екі ауыз түсіндіріп өтсеңіз, қалай не істедіңіз, не ойдыңыз? Жоқ, айта беріңіз. Мен де бармын ғой. Мен де бармын, бірге түсіріп, солай түсіндіріп. Жалпы достар, мен бір ауыз бірінші Нұрекең айтпай жатып түсіндіріп кетейін. Мынаның үстіне алдында түсіндіргеніндей бояған кезде жаңағы көрші машинадан ба, жоқ әлде өзі толық жаппаған ба кузовты лакпен шаң аралас болды Нұреке, пыльца дейді ма? Иә, лакпен шаң аралас. Мен сіздерге алдында көрсеткендей, соның бәрі қазір кетті. Қандай гладкий болып тұр, күшті болып тұр. Езін алған дейін, терезелеріне дейін түскен болатын. Қазір енді өздеріңіз көргендей бағалап шығын. Қай жер қиын болды Нұреке істеген кезде жұмыста осы жалпы кузовта? Қиын болғанда просто жоқ, қай жер қиындық тудырды деймін да? Мына жерде кішкене күйген сияқты бір бар еді ғой, иә? Переход па? Солар бар еді, оларда. Бізге енді ол асылға қиындық туындырмайды ондай бір. Күнде істеп жүрген жұмыс. Пыльцасы бәрі алынды, машина 3 слой полировка жасалынды. Содан кейін алдында оптикасы задний номерден шешілді, оптикалар істелінді. Оптикалар, иә, көрініп тұр кәдімгі. Оптикалар шешіп істелінді. Тек просто артын шешу үшін, ол үшін полный обшивканы шешу керек. Мына жерде тек мына жерден шешіп, алып салатыны. Иә, оны көрдім мен жаңа түсте түсіріп кеткен кезінде, бәрін алып. Енді сол брызговиктерін алға қарай жылжытып, бұлай подшкурка жасалынды. Шкуркаларына ма? Мына жақта шкурка етілген жоқ, өйткені при полировке может полностью полировать етілмей қалуы мүмкін да. Губка толық кірмейді, кіргенде де мынаны күйдіріп кетуі мүмкін кішкене. Сондай сложный жерлер. Өзінің бір кішкене жіңішке бір жұмыстар. Мысалы, мынаның бәрін шешіп істеген дұрыс болады, өйткені мынаның жанында қалып қояды кейде. Көрініп қалады дейсіз ғой. От души. Рахмет Нұреке, от души рахмет. Ризамын, жұмыс өте керемет көрініп тұр. Өзімде көзім жанып тұр, шынымды айтайын, енді білмеймін, көрермендер. Бұл жерде мен де емес, жаңағы менің қасымдағы інім де емес, сізді көріп отқаны. Осы сіздер бағалайсыздар көрермендер. Нұрекең, мына мынау нөмірі, осыған хабарласып Нұрекең келе берсеңіздер болады. Жұмысы өздерің көріп тұрсыңдар. Негізі кузовы өте нашар. Жаңағы шынымды айтайын ма Нұреке? Покраскасы нашар шыққан еді. Басынан покраскасы. Енді мына жерде бір керемет көрініп тұр енді. Міне осымен серия бітеді. Жалпы негізі көлікке тағы бір-екі жоспарлар бар. Жаңа диск салу деген сияқты айттым ғой. Салонында
химчистка, жаңағы чехол саламыз ба, жоқ поликтары бар деген сияқты сондай кем бір кішігірім жұмыстар бар. Оны ендігі серияда көретін боласыздар. Жалпы қазірге осы жұмыс. Өздерің бағалап айтыңдар, комментария міндетті түрде жазып, лайк басуды ұмытпаңдар.